Екі кештің арасында бөлеген телефон шалды. Амандық саулық жоқ бірден. Достым, үйдесің бе, кетіп қалма. Төкеңдікіне барамыз. Қазір 2-3 адамды машинама мінгізіп алам. Барып төкеңді әйелінен ажырастырамыз. Не болып қалды, тыныштық па өзі? Сұрама, өткенде айтып едім ғой. Сол рас шықты деп бөлеген ұялы телефонды өшіре салды. Біз кешкі асты енді ішіп болып еді. Қарсы алдымда отырған Марияш кім ол, не дейді? Не боп қапты деп сұрақтың астын алды. Звондап жатқан бөлеген екенін, өзімнің де онша түсінбегенімді, қазір оның ағасы Төлегеннің үйіне баратынымызды айтып, әзер құтылдым. Ал егер Төлегенді әйелінен ажыратуға бара жатқанымды айтар болсам, онда анық тергеудің астында қалар едім. Темекімде үзуме қыстырып, балконға шықтым. Көз алдымда Төлеген мен әйелі Айымгүл келе қалды. Төлеген жасы 40-тан асқан, қырма сақал, жігіт ағасы, бойы ортадан жоғары, қой көзді, қалың қасты, сидиған арық, мұрны қоңқиған ауыл қазағы. Өзі бір күлсе рахаттана күлетін, титтейде арамдығы жоқ аңқылдаған кісі. Міне, сол аңқылдаған мінезі үшін қалтарысы көп мына заманда таяқты жебақ келеді. 10 жылдық мектепті бітіріп әскерге барып келген соң әкесі марқұм тірі кезінде атастырып қойған Маржанға үйленді. Маржан үңкінің баласындай кірпігі жыпылықтаған қыз еді. Бізден бір класс жоғары оқитын. Мектепті де бітірмей Төлегенге күйеуге шығып кетті. Өкінішке орай екеуінің құрған шаңырақтар баянды болмады. 3-4 жылдан кейін ажырасты. Естуімше Маржанға басқа бір жігіт өлердей ғашық екен, қоймай жүріп ақыры бір баласымен алып қашып кетіпті. Сондықтан оларды ажырасты деуге де келмес. Ыза болған Төлеген әйелінің үйде қалған көйлек көншегін, төркініне келген көрпе жастығын қораның қақ ортасына жинап, от қойып өртейді де ертесіне Шымкент қайдасың деп тартып отырады. Бұл кезде біз інісі Бөлеген екеуміз институттың 2-ші курсында оқитынбыз. Жатақхананың комендантымен келісіп, Төлегенге орын алып бердік. Содан ол біраз күн жынсыз бақсыдай болып жүрді де, бұрынғыдай арқын-жарқын қалпына қайта түсті. Біздің институтта бір жігітке 5 қыздан келетін, курстағы қыздардың арасында бір жұлымырлары болатын. Солар үйрене келе Төкеңді кезек-кезек қолтықтап алып, менің күйеуім дейтінді шығарды. Ондай кезде Төкеңнің екі беті дуылдап, қызарып шыға келетін. Уақыт өтіп жатты. Әскерде жүргенде алған электрик мамандығым зауытқа кірді. Жұмысы 3 ауысымдық еді. Алатын айлығы әжептәуір болғанмен, бойдақ адамға қайдан жетсін. Көп ұзамай жатақханаға да электрик болып орналасты. Тіпті арагідік біреулердің де жұмысын істеп беретін. Бір күні Бөлеген келді де екі өкпесін қолына алып, достым, айтшы, ана Төлегенге, ол жағызға жоламасын, оның қандай қыз екенін білесің ғой. Аңқаудың ақшасын сорып тауысатын болды. Мені қойшы, ауылда аузын ашып отырған анасына да көк тиын бере алмай жүр. Қуаяқ ол жағыздың есебін тауып, оған тиіп алуы да мүмкін. Өзің неге айтпайсың? Айта-айта шаршадым, түсінбейді, тура басын айналдырып қойғандай. Онда не істейміз? Мен сөйлесуін сөйлесем ғой, бірақ сөзден ешнәрсе шықпаса қайтеміз. Одан да ол жағыздың аузынан қитып, Төкеңді Забираға үйлендіріп қояйық та. Ол Төлегенге тиер ме екен? Әрине тиеді, жасы да өтіп барады. Бізден 2-3 жас үлкен. Қысқы сессиядан кейін стипендия ала алмаған соң қатты қиналып жүр. Ауылынан ақша жіберетін ешкімі жоқ, әкесі ауру, шешесінің тапқаны балаларынан артылмайды. Өткенде маған сырын айтып, осы оқуды қоя тұрсам бекен, қатты қиналып кеттім деген. Егер көнсе тамаша болар еді. Сол күні-ақ Забирамен оңаша отырып сөйлестім. Осылай да осылай. Сен біздің ағамыз Төкеңе күйеуге шық. 1-2 жылда зауыттан пәтер алады. Әзірше осында тұра беріңдер дедім. Забира көнбей қойды. Ол жағызбен жүреді дейді ол. Бар болғаны осы. Төкең ол жағызбен жүрмейді. Ол жағыз онымен жүреді. Қалай түсінбейсің? Түсінбейтін не бар, ұнататын шығар. Ал егер ұнатпаса жігіт емес пе? Қыздың жетегінде кете бере ме? Айтып отырғанның бәрі рас. Оның бер жағында менікі де қып-қызыл зорлық. Әр адамның өзіне лайық мінезі, сезімі, арман тілегі бар ғой. Сол Забира кейін оқуды бітіріп, өз ауылында мұғалім боп істеп, біраз жүріп қалады да, ақылды қатыны өлген 5 балалы тракторшыға күйеуге шығады. Ал біз Бөлеген екеуміз қоймай жүріп ақыры Төкеңді ол жағыздан ажыратып алдық. Арада 5-6 ай өткенде Төкең келіп тұр, мен үйленетін болдым. Кімге? Сен танымайсың, институтта оқиды. Аты Света. Орыс па? Жоқ, қазақ. Дұрысы Сақып Жамал болуы керек. Болуы керегіне ойбаяу, атын да анық білмейсің. Ал фамилиясы кім? Кімнің қызы? Не жұмыс істейді?
Төкең бірін білсе, бірін білмейді. Егер білмесеңіз, анығын мен айтайын. Ол келіншектің шын аты Сейпі Жамал. Сақып Жамал оның әпкесінің аты. Жұртпен танысқанда өзін кейде Света, кейде София, кейде Сәпия, кейде әйтеуір солай айта береді. Өзі Қызылорда жақтың қызы. Кооператив техникумда 4-ші курста оқиды. Кешке ресторанда даяшы болып істейді. Сенің де білмейтінің жоқ. Бірақ ол менімен жүреді. Қазір 2 қабат. Енді мен іші білініп қалғанша үйленуім керек. Әйтпесе жұртқа масқара боламыз деп Төкең шарасыздық танытты. Тіліме көнсеңіз үйленбей тұра тұрыңыз. Ақыры той жасап жұртқа жарияламай, өз білгендеріңізді істеп жүр екенсіздер ғой, солай тұра беріңіздер. Мен сізге айтайын, қазіргі тұрған пәтері жалдап алған баспанасы емес, бір дәудің берген сыйы. Іштегі баласы да соныкі болса керек. Төкең біздің бөлмеден басы салбырап шықты. Болған әңгімені Бөлегенге айтып бердім. Ойбай деп. Інісі өзін қойырға жер таппады. Мен сорлы ағам қашан көрсең өңшең бір сұмырайға жолығады да жүреді. Енді қайттым. Қайтетін ешнәрсе жоқ. 3-4 күннен соң Төкеңнің екезуі 2 құлағында, қуанышы қойнына симай жетіп келді. Мына үйленіп қойған ба деген арам ой сап ете түсті. Келі мені құшақтай алды. Рахмет саған бауырым. Мені бір анық пәледен құтқарып қалдың. Сенің айтқаның бәрі рас боп шықты. Менің үйленгенім дегенім сол-ақ екен. Света жайылып салды. Үйленген соң апаңды осында алып келеміз. Ауылдағы үйді, мал палын сатып, мына пәтер менікі, мұны да сатып үлкен үй аламыз дейді. Ең қызығы, медкарточкасынан оқып қалдым. Ішіндегі баласы 5 айлық екен. Ал біздің танысқанымызға 3 айда болған жоқ. Сонымен Төкеңді тағы да жыратып алдық. Қазақ айтады, момынға күн жоқ деп. Ал біздің Төкең момын ғана емес, аңқауда. Кім не айтса соған сенеді. Өзі өтірік айтпайды, ешкімнің ақысын жемейді. Тіпті өзінде болса барын бере салады. Нағыз тесік қалтаның дәл өзі. Төкеңді біресе ол жағыздан, біресе Светадан ажыратып жүріп, біз институтты бітірмей жатып, Бөлеген айғанымға мен Марияшқа үйленіп алдық. Әрқайсымыз 2 балалы болып, сол кездегі тәртіппен әскерге де бармадық. Ал Төкең сол бойынша сүр бойдақтың қамытын киіп, сопайып жүріп қалды. Зауыттан бір бөлмелі пәтер бұйырып, анасының қолына алды. Бөлеген жолдамамен Созаққа кеткен. Мен инженер келіншегіммен қалада қалдым. Күнделікті тәш-пішпен Төкеңді іздей қоймадық. Тағы 1-2 жыл өткенде үйленді-ау сүр бойдағы ағамыз. Алған әйелі Айымкүл, ақсары келген, ашық жарқын адам екен. Бұрынғы күйеуі суға кетіп, қайтыс болыпты. Әспетте Төкеңнің реңі кіріп қалыпты. Үсті басы мұнтаздай, көйлегі түктеулі, тамағы пісірулі, еркек бейшараға көп нәрсе керек емес қой. Біз отбасымызбен сиректе болса араласып тұрдық. Тек соңғы кезде үйлерінде солақпандай бойдағы жігіт пайда болды. Бір жолы солардікіне барып келген соң, Марияш жағымсыз әңгіменің шетін шығарды. Айымкүлден бір нәрсе сұрамақшы болып, кухняға кірсем, әлгі жігітпен екеуі қол ұстасып алған, бір-біріне үздіге қарап тұр. Содан қорқып кетіп коридордағы ваннаға кірдім де, суда ағызып бетімді жуа бердім. Сен де бір қызық екенсің, қай-қайдағын айтып. Ол жігіт Төкеңнің қимас дос емес пе? Төкеңді қайдам, ол Айымкүлмен де дос болып алыпты. Осыдан бір бәле шықпаса көрде тұрып. Егер бір бәле шыға қалса, барып ажыратамыз да, оған үйрендік қой. Бірақ сен тағы біреуге бір нәрсе деп жүрме. Шынымен Марияштың күдігі рас болып шыққаны ма? Осыларды ойлап болғанша Бөлеген де келіп қалды. Жақында ғана сатып алған тозығы жеткен Москвичінде осы қалада тұратын, қазір атағы жұрт аузында жүрген ақын досы Мұхан, милицияда істейтін нағашысы Әшірәлі отыр екен. Мен де барып қосылдым. Төлегеннің әйелін сен жақсы білесің ғой, деп маған қарады формасындағы Әшірәлі. Жағдайды түсіндірші өзің. Не түсіндіретіні бар, бара көреміз ғой. Енді Бөлеген болса ауылда, Төкеңмен жиі болмаса да араласып тұрамыз. Ал мына әңгімені өткенде Бөлегеннен естігенмін, өтірік шығар деп қойғанмын. Жақында Бөлегеннің үйіне барсам, апасы жылап отыр. Бар болғаны осы. Бір бөлмелі үйінде Төлегеннің досым деп жүретін жігітінің бірге тұрғаны рас па? Рас. 2 жылға таяп қалды шамасы. Жақында бөлек шыққан көрінеді. Бөлек шыққаны құрысын, қыларын қылып болған соң деп Бөлеген сөзге араласты. Айымкүлдің туған баласы тура сол бәледен айнымайды. Барған соң көресіздер ғой. Енді Айымкүл не дейді? Не деуші еді? Мойындайды дейсіз бе? Ант су ішіп адалмын деп жылайды. Әнемі не дегенше Төлегеннің үйіне келдік. Әйелі де өзі де үйінде екен. Төкең аңқылдап, құшақтап, амандасып, бәрімізді төрге сүйреп әлек. Ал Айымкүл болса іші бір жағымсыз нәрсені сезгендей сазарып, бозарып шыға келді. Милиционер емес пе баяғы? Әшекең, шай ішіңіздер дегенде қаратпай Төлеген мен Айымкүлді алдына отырғызып